достар, біз кеше Мұрабайға келдік. Енді қондық тұрып жатырмыз. Қазір лыж теуге барамыз. Фермер жатыр. Сен неменеге елдер өзінше мен елдер әлі жүрсің. Жынысың жүрсің. Жынысың жасымен жүрсің. Шашып кеттім мен, как она есть. Достар, мен міне төсектерді жинап қойдым. Енді мұн жаққа бар, қазір румтур көрсетейін, да? Мұн жақта несі кресло. Мұн жақта сразу подвал сияқты нәрсе чекінде. Шай ішеді, істеді. Бұнда да көп товар. Айна, туалет. Диван, стол, бөлме. Мен жаңағы жинаған бөлме емес. Басқа бөлме бұл. Қазір. Такс. Жақта не бар? Сынай. Мынау мен жинаған бөлме жаңағы. Мынаған мысалаттарында басындар. Ал мен болсам осы видеоны аяқтаймын. Bizde fotoğraf түсірші. Қараңыздар. Açı fotoğraf түсірші бізді. Güzel üstü. Бәріңе сәлем достар. Мен қазір ауылдан мына заңғарлармен бірге жүрмін. Ой, Сұлтанмен, сосын заңғармен жүрмін. Міне ауылда жүрмін. Мына біздің сестеріне поле. Ана жақ бірінші болады, ана жақ екінші болады. Мен неге арлағашта жүр десеңдер, өйткені анда топырлаған бала. Мен басына кетейін деген сосын Айжан тәкенің сөздерінен қорықтым да қала салдым де. Сол не жүрміз көшеде. Дүкенге барып жатыр. Там заттар алуға. Карантин болғандықтан көшеге шыққан адамдарды не істейін деп жатыр. Айыппұл алайын деп жатыр, бірақ біздің үйдегі тәтелеріміз мыналарға мамал болып келеді, маған пәте болып келеді. Солар айтады, айыппұл салады дейді, бірақ ауыл тып-тыныш. Бірақ жолда ешкім жоқ, мына екі баладан басқа. Кетіп пранкста көрейік оларға. Қазір біз оларға пранк жасайын деп жатырмыз. Патрульдік қызметкерлер істеп жүр деп айтамыз. Давайте, достар, барышып. Сендерден де полиция істеп жүр. Естіген де жоқ, білмеймін, естімедім бе. Неге осы бар ғой, міне мына жер. Йопсың ба. Мекешей. Достар, осына жерде қалқық бе, ана жерде аяғым су болды. Айбай. Мұн жаққа кел дейді, көтеріп алам дейді, ана боти қойыр. Достар, неге біз артқа қарай жүгіріп жатыр десеңіздер, себебі бізді, бұлайда дала деген сұп-суық. Неге үйде қонақтар отыр, бәрі келді, міне артта камерада заңғар. Сол біз және тәтейіне барып жатыр, сені танымайтын шығасың, ол біз танимыз. Достар, ертең мен заңғармен Ерсұлтанның үйіне барам. Ол жерде қандай қызықтар болды, және клипқа бэкстейдж бәрін түсіретін боламын, жест болатын болады. Сондықтан келесі видеоны күтіңдер. Менде 100 подписчик болса, мен ана қысқасын айтқандағы Free Fire бәрін түсіріп тастайтын боламын. Қызықты қысқасын айтқанда ауылға барайық деген жақсы бір шуткалар өтетіндей бір қысқасын айтқанда түсіріп жатырмыз. Оны салайын десеңіздер, маған 50 подписчикке дейін жинап беріңіз деп қалам.